Ойын баланың негізгі іс-әрекеті. Сұлтанмахмұт Торайғыров ойын баланың қанына азық деп бекер айтпаса керек. Баланы мектепке даярлау мақсатында ұйымдастырылған ойын іс-әрекеттер өте көп. Олардың бірі үстел үсті ойындар, дидактикалық ойындар, дамытушы логикалық ойындар, сонымен қатар шығармашылықты арттыратын ойын түрлері өте көп. Солардың бірегейі мен сіздерге дамытушы ойындарды алмастыратын ойын түрімен таныстырғым келеді. Қарапайым кеңес: тұрмыстық үйдегі макарон өнімдерін түрлі түсті жікке тізу арқылы баланың ойлау, есте сақтау, түстерді бекіту, сонымен қатар зейінін тұрақтандыру ойын түрлерін ойлап табуға болады. Құрметті ата-ана, ойын баланың миын дамытуға қаншалықты пайдалы екенін білесіз бе? Ойын әрекеті арқылы баланың психикалық қасиеттері мен жеке басының ерекшеліктері шапшаң қалыптасады. Баланың жан дүниесін түсініп, баламен өзара әрекеттесудің ең маңыздысы бұл онымен бірге ойын ойнау. Сіздердің назарларыңызға ойынның күнделікті тұрмыста, үй жағдайында қарапайым ойыншықтармен ойын ойнау кезінде беру қайтару, шашу жинау ойынын ұсынамын. Мұндай ойындар екі жақты өзара әрекеттесудің маңыздылығын көрсетеді. Жасаған қимыл іс-әрекеттері арқылы жымияды, қуанады, күледі. Осылайша ата-ана мен бала арасындағы сенімділік, қолдау сезімдері арта түседі.